Мен әлі есімде. Бүгінде біз жақта қарадым боламыз. Біз жақта боламыз. Бәрі артемінде. Оларды алмайыншы. Осыларды. Апа дейін астырсайым. Durayım bak. Orman kaydı. Fındık. Sındırıp sağın dedim oğlum. Ой, және шахтада қалдым ғой. Шахтада қалды етті. Иә. Көк-кішкентай. Адана көк-кішкентай зомби мен үлкен зомби өлтіріп салды екіге қосып, бірге қосылып. Сол жаңа өлтіріп салған болған, және шахтаға баратын боламыз. Және шахтаға баратын боламыз енді. Алдымыздан. Және шахтаға өсі жақсы болады. Заттарымды чекке алып аладым енді. Осы жақтарда жүрген. Yani şahtaya değindi. O şahtlarda. Kayıt. Bizim şahtaydı. Az kalktı göreyim. Opa.
Кожа. Алмазный баранер. Кожа істеу керек броня. Кожа броня істеу керек айтпақ. Деньги газели. Ехать. Оппозиция. Наклад жер керек. Қыламыз. Выжимает. Ну. Екі немесе одан да көп түрбеден жасалған сөздік күрделі сөздеміз. Сарыарқа, дәрі-дәрмек, теміржол. Кейбір сөздерде Алихан қайда? қосарлануы арқылы Апаң шығарып отыр ғой. Дефис қоямыз. Біз Бір түбірден екі рет бадиміз. Көмірайды көмір. қайталауынан жасалған қос сөз қайталама қос сөздер деп аталады. Бір түбірдің екі рет қайталануы қос сөздер деп аталады. Жалғыз көре кейбір қос сөздердің екі сөзден қосарлануы арқылы да жасалады. Мұндай сөздерді қосарлама қос сөздер деп атайды. Сіздің алдыңызда
күшейткіш сөздің алдында күшейткіш буын қосу арқылы да қос сөздер жасалады. Мұндай сөздерді күшейткіш буын арқылы жасалатын қос сөздер деп атайды. Çok Мөлдір. Мөлдір. Жап-жаңа, тіп-тік. Жып-жылтыр. Қысқарған сөздер. Бірінші сөзден тұратын атаулар қысқартылып айтылады. Бұларды сөздері дейді. Біріккен ұлттар ұйымы бұл, мысалы, қаз, ұл, ғыр, ақш, беткеңес, кг. Мысалға, бұл дегеніміз ол біріккен ұлттар ұйымы. Ал ақш деген Америка құрама штаттары. Беткеңес, бетиканакалық кеңес. Кг килограмм, мм миллиметр, м метр, л литр, с сантиметр, см. Қаратпа сөздер. Сөйлегенде біреудің назарына өзіне аудару үшін айтылатын сөздер болады. Ондай сөздерді қаратпа сөз деп атайды. Мысалы, балалар